Үзінді. О шіркін ненің сағынышындай көлемі шексіз болсауда, ондағы жандар көз ашпас еді ау қуануымен шаршауда. Автор бейнесі. Автор жүрегіндегі сағыныштың алып екенін шебер жеткізді. Яғни көкірегін тербеген сағыныштың ұлылығы сонша барлық ақынның көркем сөзі сыйып кетер еді. Төлеген Айбергенов шебер әрі жарқын ақын. Келесі. Өзімді. Сағыныш туған қайдадан қолға болағда күн қолайсыз. Дегенде жаным көңілді дүние сағынбасын арасыз. Өмірде мынау сағынбағанда бақытсыз талайсыз. Қазақтың жыры абайсыз. Автор бейнесі. Автор Абайдың осы жыр арқылы біз автор Абайдың мықтының мықтысы көретінін білдік. Және де сағынышты еш нәрсемен салыстырмай, бәрінен пәк, бәрінен таза сезім екенін жеткізгісі келген деп байқадық. Және де біздің пікіріміз сағынышсыз адамды адам деп тілдей алмау мүмкін. Осы жыр арқылы автордың тау тұлға екенін де түсіндік. Бір мәселені ұмытып кетпеңіздер. Өзімнің тамашалықтарында қазақтың жыры абайсыз. Сонда абайды бәріне ел тұлға көреді деген бар, біз сондай сөйлеп, сол пікір жетіспейді. Жоқ, айтылды ма абай туралы? Оқышы. Сол жерін ғана оқы. Ол Абайдың мықтының мықтысы. Жақсы, тамаша болды, өте жақсы. Ары қарай. Үзінді. Үмітке толы, арманға толы әр жерде бүртіп қарамай. Сағынбай жүрсе қалу мүмкін, жамыра суға да жарамай. Биікте тұрған тауларда мынау нұрына таңның боялған, сенімей мені ғасырлап күткен сағынышымнан оянған. Автор бейнесі бұл тұста ақынның тұлғасы биік болғанмен жүрегінің түбіндегі сағыныш бойын мұңға орап, ғасырлар бойы жырында жинаған еріксіз аңсау. Оның биік тұлғасына қарамайтынын байқаймыз. Ақынның өміріне деген махаббаты шексіз, ол өмірді сүйетін тау тұлға. Нар тұлға, тау тұлға дейміз, сау тұлға дейміз. Ары қарай, өте жақсы. Үзінді. Күн сайын сені 100 рет көрдім десем мен, көріндің маған түнекте жарым, өкпекті болып түнектен. Автор бейнесі, яғни автор өзінің ойындағы сағынышын еркін жеткізеді, жүрегі мәңгі салқынмен соғады. Оның әрбір өлеңнің астарында терең мағына жатыр. Сағынышсыз адам жоқ, яғни сағыныш жолы сезім. Яғни сағыныш жолы сезім. Жақсы. Ары қарай. Ей адамдар айналайын туғандар, жалғыз мен өткіздандар, мен сендерге көп бол сыр сеппедім, қазір түгел көкірегім өрт менің. Автор бейнесі Төлеген Айбергенов 30 жасында дүниеден өткен. Өзінің бұл дүниеге деген көлемі шексіз сағынышын мына қазір түгел көкірегім өрт менің деген өлең шумақтарына айта келе өзінің туған жеріне, еліне, туғандарына, жарық дүниеге деген сағынышын қаламмен әсем сөйлеткен ақын. Ал енді балалар, біз бұны қобызбен бағалаймыз, алдыларында қобыз тұр, бір бал болғандықтан бір-біріне қоржындарына салып отырыңдар балалар. Артық қалған байларды, алда суреттерді алдыларына бір қойып отырыңдар, ортаға қарай тастап отырыңдар.